Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздерге келесі лекция тақырыбын ұсынамыз. Кәмелетке толмағандарды жіктеу мәселесі. Бұл бойынша жалпы кәмелетке толмағандарды жіктеу келесі мақсаттарды көздейді. Яғни бірінші заңнамалық құқықтар мен міндеттерді жауапкершілік деңгейін анықтау. Келесі педагогикалық, яғни жасына сәйкес тәрбиелік және білім беру бағдарламаларын таңдау. Келесі әлеуметтік, яғни мұқтаж топтарға атаулы көмек көрсету болып саналады. Яғни оның ішінде инклюзивті отбасылар болуы мүмкін, әлеуметтік қорғауға мұқтаж отбасылар болуы мүмкін және тағы басқалар. Ал енді жас ерекшелігіне байланысты жіктеуге келетін болсақ, психология мен педагогикада балалық шақтың кезеңдері маңызды роль атқарады. Және де осы ювеналды педагогикада да ол өзінің тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудағы маңызы ерекше. Оған келетін болсақ, мысалы бірінші мектепке дейінгі кезең 3-6 жас негізгі дағдылардың қалыптасуымен негізделеді. Екінші бастауыш мектеп жасы 6-10 жас оқу қызметінің басымдығына мән береді. Үшінші жас өспірімдік кезең. Бұл жас 11-15 жас аралығында, бұл кезеңде физиологиялық және психологиялық дағдарыс кезеңі болып саналады. Және де ерте жастық шақ 15-18 жас аралығы кәсіби және тұлғалық өзін-өзі анықтау жасы болып саналады. Құқықтық мәртебесі бойынша жіктеу. Қазақстан Республикасының азаматтық және қылмыстық кодекстеріне сәйкес 14 жасқа дейінгілер кіші жастағы балалар болып саналады. Яғни әрекет қабілеттілігі шектеулі, заң алдында жауапкершілігі ата-аналар көтереді. Ал 14-тен 18 жасқа дейінгілер ішінара әрекет қабілеттілігі бар. Белгілі бір қылмыстар бойынша жауапкершілік таныта алады. Ал келесі эмансипацияланған кәмелетке толмағандар, яғни 16 жастан бастап заңды түрде толық әрекет қабілетті деп танылғандар. Жұмыс жасаса да және некеге тұрса да, бұл 16 жастан кейін олардың толық кәмелетке толған тұлғалығын қабылдайтын жас болып саналады. Әлеуметтік құқықтық тәрбиесі бойынша жіктеу. Әлеуметтік құқықтық тәрбиесі бойынша әлеуметтік жұмыс мамандары үшін бұл категориялар былай басымдық береді. Біріншісі, қолайсыз отбасыдан шыққан балалар. Яғни ата-анасының қарауынсыз қалған немесе тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар. Келесі топ тәуекел тобындағы балалар. Яғни әртүрлі қайыршылыққа, қаңғып кету, тағы басқа осындай зиянды әрекеттерге, жағымсыз әрекеттерге бейім немесе зиянды әрекеттер, оның ішінде есірткі, алкоголь, тағы басқа зиянды әрекеттерге әуес кәмелетке толмағандардың тобын айтамыз. Одан кейін девиантты мінез-құлықты балалар. Яғни қоғамдық нормаларды бұзушылар, бірақ әлі қылмыстық жауапкершілікке тартылмағандар. Яғни ережеден, нормадан тыс әрекет көрсетіп, тәртіп бұзушылыққа бейім балаларды айтсақ болады. Және құқық бұзушылар, яғни заң алдында жауапқа тартылған немесе арнайы білім беру мекемелерінде тәрбиеленіп жатқан балалар тобын айтады екенбіз. Келесі бізде әлеуметтік педагогикалық жіктеу. Яғни әлеуметтік педагогикалық жіктеу бойынша балалардың өмір сүру жағдайы мен әлеуметтену деңгейіне қарай бөлінеді. Бұл жерде қалыпты жағдайдағы балалар, яғни отбасылық тәрбиедегі оқу бағдарламасын меңгерген қалыпты дамып жатқан балалар. Тәуекел тобындағы балалар қолайсыз отбасылардан шыққан әлеуметтік жетімдікке бейім балалар. Келесі ерекше білім беруді қажет ететін балалар. Мүмкіндігі шектеулі немесе дамуында ерекшеліктері бар балаларды айтамыз. Келесі мінез-құлық сипаты бойынша жіктеу. Мінез-құлық сипаты бойынша былай бөлуге болады. Конформды мінез-құлық. Конформды мінез-құлық әлеуметтік нормаларды сақтайтын балалар.
акцентуализацияланған тұлғалар. Бұл жерде мінезінің белгілі бір қырлары айқын көрінетін, мысалы, тым тұйық болып кетуі, тым агрессивті мінез-құлық көрсетуі, тағы басқалар. Аддикті мінез-құлық. Бұл жерде зиянды әдеттерге, яғни игромания, токсикомания, тағы басқаларға тәуелділікті айта аламыз. Келесі девиантты мінез-құлық, ол әлеуметтік нормалардан ауытқитын жаңағы түрлі жағымсыз мінез-құлықтарға бейім балалар. Соңында деликвентті мінез-құлық, заң бұзушылыққа, қылмысқа бейім тұратын балаларды айтамыз. Жіктеудегі қазіргі мәселелерге келетін болсақ, цифрлық ұрпақ мәселесі. Яғни бүгінгі қоғамда тәрбиеге қатысты, түзетуге қатысты біз үлкен мәселемен бетпе-бет келеміз. Ол цифрлық ұрпақтың қазіргі таңда барлық балалардың осы цифрлық қоғамға бірден еніп кетуі. Яғни виртуалды ортадағы мінез-құлықты жіктеу критерияларының жоқтығы. Бүгінгі таңда бізде осы виртуалды ортадағы мінез-құлықты жіктей алмай отыруымыздың қиындығы туындап жатыр. Бүгінгі таңда балалардың барлығы осы ақпараттық технологияға, оның ішінде гаджеттерге, телефон құрылғыларына өте тәуелді болып отыр. Және де оның бұл мінез-құлықтың тәуелділіктің критериялары, себеп-салдары айқын болса да, онымен күресу жолдарını шешуі әлі де 100%-ға табылмады десек те болады. Аралас санаттар. Аралас санаттар, яғни бір мезгілде әрі жетім, әрі ерекше қажеттілігі бар балалар жұмыс істеудің қиындығы. Бірнеше жоғарыда жіктеудің бірнеше тобына кетеді. Девиантты мінез-құлықпен жаңағы ерекше қажеттілігі бар бала болуы мүмкін. Немесе отбасында жетімдік көрген баламен инклюзивті бала болуы мүмкін деген сияқты аралас санаттың қатар келуі, бұл да жұмыс істеуде өте үлкен қиындық тудырады. Келесі диагностиканың субъективтілігі, яғни баланы қиын бала санатына жатқызудағы педагогикалық қателіктер. Бұл жердегі диагностиканың дұрыс жүргізілмеуі, яғни жіктеудің дұрыс болмауы да біздің баламен жасайтын жұмыс әрекетін, іс-шара түрін және де түзету әдістерін қолдануда қиындықтар туғызатыны әбден мүмкін. Енді келесі ювеналды маманның іс-әрекетіндегі алгоритм. Бұл бірінші әрине диагностика, баланың қай санатқа жататынын анықтау. Екінші дифференциалды тәсіл, яғни жіктеу негізінде жеке даму жоспарын құру. Дифференциалды әр баланың өзінің жеке ерекшелігін ескере отырып, оның темпераменті мен мінез-құлқын ескере отырып, оған әсер ету әдістерін дұрыс таңдай білу. Мониторинг, яғни жүргізілген жұмыстың нәтижесінде баланың бір санаттан екінші санатқа, мысалға, қауіп тобынан қалыпты топқа өтуін қадағалау. Яғни бізде бұл әрдайым жағымсыз мінез-құлықтан жағымды мінез-құлыққа өтумен жаңағы түзелу жұмыстары жүргізілуінің нәтижесіне бейімделу, нәтижесін көрсету. Яғни мониторингта бізде үнемі жаңағы жұмыстардың дұрыс жүргізілуі, яғни ол жағымсыз топтан жағымды топқа немесе жағымды мінез-құлыққа өтуі маңызды. Және де қорытындыда айтатын, яғни балалардың тобын дұрыс жіктей білу, бұл жай ғана белгі емес, белгі қою емес, бұл әр баланың жеке қажеттілігіне сай көмек көрсетудің алғашқы қадамы. Яғни дұрыс диагностика жүргізу арқылы олардың тобын дұрыс жіктей білу. Осымен бүгінгі тақырыбымызды қорытындылаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.